Тақырыбы резонанс. Дыбыс шыныны қалай сындырады? Әрине балға арқылы. Жоқ, бұл резонанс салдарынан болады. Білем, резонанс бұл тыныштық пен тепе-теңдікті сақтау деген сөз. Жоқ, түсіндіріп берейін. Әрбір объектіге соққы бергенде, ол өзінің табиғи жиілігінде дірілдейді. Егер біз сол объектінің табиғи жиілігіне сәйкес келетін дыбысты шығарсақ, ол объект дірілдей бастайды. Бұл құбылыс резонанс деп аталады. Демек, музыкалық орталық қосылғанда аяқтарымның қозғалуы содан екен ғой. Жай ғана тыңда. Әрбір шыны әртүрлі материалдардан жасалған. Дегенмен, олардың барлығының табиғи резонанстық жиілігі бар. Сондықтан, біз олардың резонанстық жиілігіне сәйкес келетін дыбыстарды шығарғанда, шынылар дірілдей бастайды. Шыны морт сынғыш материал болғандықтан, дыбыс неғұрлым қатты болса, соғұрлым қатты дірілдеп, шынының сынуына әкеледі.